Сәлем достар. Сәлем. Көңіл келерің қалай? Жақсы. Сонымен бүгінгі біздің тақырыбымыз отбасы деп аталады, иә? Сонымен біздің кейіпкерлеріміз кім? Али мен Ая. Али мен Ая. Сәлем, Али мен Ая. Қалдарың қалай? Жақсы. Ал енді отбасыға не керек? Олар тұратын не керек? Үй керек. Бүгін Али мен Ая өздеріне үй таңдайтын болады екен, иә? Ал Али мен Аяны алып келдір, үйлерін көрсетейік. Үйлері қандай екен? 2 қабатты екен, иә? Қандай тамаша. Көрсетіңдерші кіргізіп. Ох, ты тамаша. Өзі 2 қабатты, өзі әдемі үй екен, иә? Бірақ үйдің іші бос тұр, иә? Бізге не керек? Жиһаз керек екен. Жиһазды біз қай жерден сатып аламыз? Дүкеннен сатып аламыз. Сонымен Ернар, Али да келе ғой, дүкенге барамыз. Кел. Ой, тамаша. Келіңдер, міне дүкен. Ал сонымен бізге тамақ ішетін жаңа ас үйді не істеу керек? Дайындау керек, е? Ал Ернар, тамақ ішетін бізге не керек? Орындық ала ғой, дұрыс. Бір орындықты Нұрай, бір орындықты Ернар апара қойыңдар. Ал орналастырыңдар. Ал орналастырalım. Дұрыс. Сосын не керек бізге? Тамақ ішетін үстел керек екен, е? Және де ас үйде тағы не болу керек? Тамақ пісіретін бізге жер дайындау керек, е? Шкаф керек. Ал қояйық. Мінеки біздің ас үйіміз дайын. Енді бізге демалатын бөлме керек, ұйықтайтын бөлме. Ұйықтайтын бөлмеге бізге не керек? Ұйықтайтын бөлме, Нұрай, ұйықтайтын бөлме. Ұйықтайтын бөлмеде төсек керек, е? Ал төсекті орналастырайық. Және де бізге Аяның таранатын, шашын сәндейтін жер керек, е? Боянатын. Оған бізге айна қою керек, е? Ал қоямыз. Міне тамаша. 1-ші, 2-ші қабат бізде дайын. Енді бізге қонақ бөлме керек, е? Қонақтарды қарсы алатын. Ернар, сенің қолыңда не? Мынау не? Абат. Жоқ, диван деп аталынады. Ал 2-ші қабатқа апарып, сен де орналастыра қой, бара ғой. Ал қанекей. Қоям. Ой, тамаша. Қалай әдемі. Енді бізге қонақтар келгенде демалатын не керек? Теледидар керек, е? Теледидар көреміз. Мультфильм қараймыз, е? Тамаша. Қандай әдемі. Керемет. Ал енді Али мен Аяны үйге кіргізіңдер. Сонымен енді олар не істейді? 1-ші кезекте не істейміз? Тамақ ішеміз, е? Ал кіргізе ғой. Ал отырғызыңдар. Дастархан басына отырғызыңдар. Ал енді олар шаршады, е? Үй алды, жиһаз сатып алды. Енді не істеу керек олар? Тамақ ішу керек, е? Қазір көмектесеміз. Ал отырғызамын. Тамаша. Отырды, е? Сонымен олар қазір тамақ ішеді. Тамақ ішіп болғаннан кейін не істейді? Теледидар көреді, е? Ал 2-ші қабатқа көтеріңдер, алыңдар. Ала ғой, Ернар. Ал көтеріңдер. Дұрыс. Мінекей демалатын бөлмеге қонақ бөлме дейміз. Ал енді олар шамалы теледидар көріп демалады, е? Ал не болып жатыр? Телевизорда не көрсетіп жатыр? Кино болып жатыр, е? Ал кинодан кейін олар енді шаршады. Енді олар ұйықтау керек, е?
ұйықтайтын бөлмеге апарайық. Ал күйеуі дем алады. Ал ернақ жатқыз Алиді. Алиді де жатқызайық. Барлығы дем алсын. Мінеки біздің осындай 2 қабатты әсем үйіміз дайын болды. Енді Али мен Ая не істейді? Ол үйде өмір сүреді. Сонымен мінеки біздің отбасылық тақырыбымыз аяқталды. Мінеки түсірдік. Ендігі жолы Нұрай, сен өз көрермендеріңе нені көрсететін боласың? Тамақ пісіруді. Біз енді тамақтар туралы келесі жолы түсіретін боламыз. Сонымен сау